Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер. Бүгін біз Айназ арнасында кезекті шығармамызды түсірмекпіз. Бүгін бізде қонақта Молдабай Айша. Бүгін біз сізбен Сайын Мұратбековтың Жабайы алма шығармасын талдайтын боламыз. Енді бірінші сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Осы Жабайы алма шығармасының жалпылама мазмұнын, негізгі идеясын айтып өтсеңіз тыңдармандарға. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бұл жердегі Жабайы алма шығармасының басты идеясы мен мазмұны бізде соғыс кезіндегі балалардың балалық шағы және олардың балалық шағы немен байланысады, соның барлығы да осы кішкентай шығармада бейнеленеді. Енді осы Жабайы алма шығармасында сіздің өміріңізге әсер еткен, яғни сіздің бір сүйікті кейіпкеріңіз кім? Менің сүйікті кейіпкерім бұл жерде Бағила. Бағила бізде басты кейіпкерлердің бірі болып саналады. Ол маған менің көзіме, оның өзінің қайсарлығымен, тапқырлығымен және де өзіне деген сенімділігімен көзіме түсті. Ол қанша жерде нәзік жанды әйел адам болып тұрса да, оның жасаған ерліктері ер адамдардан да мықты деп санаймын. Сіздің ойыңызша осы Жабайы алма шығармасының қазіргі таңдағы маңызы қандай? Қазіргі таңдағы маңызы енді қазіргі таңдағы өмір салтымен сол бұрынғы замандағы сол кітаптың шығарылған кезіндегі өмір салты басқаша десем болады. Сол кездегі бақытты балалық шақ қалай өтті, ол кездегі соғыс кезіндегі беймаза адамдар, соның барлығы да қазіргі өмірде қарап тұрсаң екі түрлі. Мысалы, бізде қазір ешқандай соғыс жоқ, шүкір, бейбіт елде тұрып жатырмыз. Ал ол кездегі балалар бізде қорқынышпен, үреймен және әрбір таңды қалай атады деген оймен ұйықтап сол тұратын болды. Сіздің ойыңызша неге Сайын Мұратбеков бұл шығарманы Жабайы алма деп атады? Өйткені бізде мысалы барлық сол ауылдың балаларының бір өскен сол алма ағашының қасында балалық шағын өткізеді. Ол бізде үлкен терек, сол ауылдың шетінде орналасқан. Сол жерде балалық шағын өткізіп, қышқыл алмамен қызық көріп, сол қышқыл алманы жеп, балалық шақтарын өткізіп жатқан кезде сол Жабайы алманың айналасында бір келеңсіз оқиғалар және бір Сыпатай дейтін кісінің қайтыс болуы болады. Содан кейін ауыл тұрғындары өз балаларын сол алма ағашының қасына жіберуге тыйым салады. Сол үшін де Жабайы алма деп аталып деп ойлаймын. Енді осы шығарманың ішінде сіздің есіңізден кетпейтін бір өзіңізге ұнайтын эпизодты айтып өтсеңіз. Мен үшін есімде қалған өте қатты әсер берген екі эпизод бар. Мысалы, біріншісі Тоқтар мен Назираның арасындағы махаббат. Назира Тоқтарға ол туралы қаралы хабар келсе де, ол оған деген өзінің адал жүрегін ешкімге бұрмады. Яғни айтқанда, ол оны соңына дейін үмітпен күтті. Сол үміті ақталып, ол қаралы хабар өтірік болып шығып, соғыс біткеннен кейін, осы азапты алғаннан кейін оның сүйіктісі еліне қайтып оралды. Екеуі бірге қауышты. Ал екінші эпизод бізде Бағиланың қолбасшысы Қыдырман деген кісі, оны барлығы жасқаншақ, қорқақ деп мазақтаса да, ол өзінің батырлығын, ерлігін көрсете алып, Қасқырмен бірге кездесіп қалған кезде Қасқырды өлтіреді. Сол тұсы маған өте қатты әсер берді. Енді сіз осы шығарманы оқып отыра, өзіңізге қандай ой түйдіңіз, немесе қандай да бір кейіпкерден өзіңізге бір жақсы мінезді сіңірдіңіз бе? Бұл шығармадан менің түйген ойым, өмірде мүмкін емес нәрсе жоқ, барлығы да мүмкін, тек сеніп сол нәрсеге адал болу керек. Сондай-ақ осы қазіргі күнімізге шүкір етіп, бақытты күнімізді сүріп жатқанымызды аңғаруымыз керек деп ойлаймын. Енді сізде бір мүмкіндік бар дейік, осы шығарманы өзіңіз жалғастыратындай, немесе мүмкін соңын өзгертетіндей деген сияқты. Егер сіз сондай бір мүмкіндік болса, сіз бұл шығарманы не өзгертер едіңіз, немесе қалай жазар едіңіз бұл шығарманы? Мен бұл шығармада негізі Бағиланың қайтыс болғанын қаламадым. Алайда сол шығарманың барысында Бағила қаншама рет еңбек сіңірді, Нұрсұлу деген оның қасындағы құрбысына көмектесті. Соның барлығын осы Нұрсұлу абақтыдан шыққаннан кейін
бағиланы іздейді ғой, мен оған қалай жақсылығын қайтарамын деп. Сол уақытта ол іші күйініп қалып кәдімгідей. Өйткені бағилаға ол ешқандай өзінің жақсылығын қайтарып бермеді. Сол кезде менің де бір өкінгенім, бағиланың тірі болса екен, тірі болғанда ғой деген бір ой қалып қойды. Бағила тірі болғанда шынында ол халықтан көптеген алғысын алып, соғыс біткеннен кейін бақытты өмір сүруге лайық еді. Енді осы жабайы алма кітабының желісімен фильм түсірілген болса, оның ең басты кадры қандай болады деп ойлайсыз? Менің ойымша ол үлкен алма ағашымен, осы жазық даладағы жалғыз тұрған үлкен алып терек алма ағашы, және оның айналасында ойнап жүрген балаларды елестетер едім. Күн шақырайған кезде немесе күн батар кезде балалар сол жерде у-шу болып ойнайтын сынды, сол кезді елестетер едім. Енді сіз өзіңіз айтып өттіңіз, бұл жабайы алма кітабында кинофильмде көрдіңіз, иә? Енді екеуінің айырмашылығы неде, немесе қайсысы сізге көбірек ұнады деген сияқты? Мысалы енді кітаптан оқыған кезде сен оның көріністердің барлығын өз ойыңда құрастырасың және өзіңнің фантазияңа қарай, өзіңнің ұнаған көрініске қарай ойыңда қалыптастырасың. Ал фильмде барлығы да анық, сол кезде қандай реакция берді, қандай эмоция берді, соның барлығын көре аласың. Маған екі варианты да ұнады, екі түрі де. Бірақ та сол кинофильмде барлығы анығырақ және де дұрыс жеткізілген. Сіз жаңа айтып өттіңіз ғой, кітап оқығанда барлығын өз ойымда елестетіп отырамын деген сияқты. Сол кез елестеткен сәттер кинода орын алды ма, яғни сіз ойлағандай екеуі спорт сәйкес келді ме? Орын алды. Сол кезде мен ойладым, мен кәдімгідей бәрін тұспа-тұс ойлаппын. Кейбір жерлерде мүмкін асыра сілтеп ойладым, кейбір жерлерде өзімнің мысалы кітаптағы сөздерді түсінбей, оны елестете алмай қалдым. Осы барлық кеткен кемшіліктерді өзім оқыған кездегі барлығын сол кинофильмді қараған кезде дұрыстадым. Енді біздің оқырмандардың арасында осы жабайы алма кітабын оқымаған жандар бар. Оларға қандай кеңес бересіз? Неліктен жабайы алма шығармасын оқуға тұрарлық деген сияқты? Мен барлығына осы жабайы алма кітабын оқуға кеңес берер едім. Өйткені мысалы бұрындары жазылған кітаптар болса да, бұл кітаптар қазіргі өмірде өзіміздің бақытты балалық шағымызды түсіріп жатқан кезімізде бізге кеңестер және де өзіміздің өмірімізді түсіну үшін, өзімізді түсіну үшін сол адалдық, адамдық деген қасиеттерді бойымызға сіңіреді деп ойлаймын. Сөзіңізге рахмет. Бүгінгі біздің подкастымыз өз мәресіне жетіп қалды. Қонағымызға Молдабай Айшаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сау болыңыздар.